Сәлем достар, сіздермен Әсия Төрекелді. Бұл видеода 9-шы сыныптың химия пәні бойынша 2-ші тоқсанына арналған тотығу тотықстану реакциялары бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдайтын боламыз. Бірінші тапсырма: электронды беру үдерісі қалай аталады? Бұл бізде В нұсқасы тотығу деп аталынады. Екінші тапсырма: назарларыңызға найзағайдың әсерінен жүруі мүмкін реакциялар ұсынылған. Қай қатардағы жауап реагент молекулаларында болып жатқан процестерді дұрыс көрсетеді? Осындай реакция теңдеулері берілген. Осы жерде қандай процесс орын алып жатыр? Тотығу, тотықстану қайсысы орын алып жатқанын қарастыратын боламыз. Бізде бірінші реакция теңдеуі: азотқа оттегіні қосып NO-ны аламыз. Енді бұл кезде азот 0 болып тұр, тотығу дәрежесі. Енді ол өзінен 4 электронды беру арқылы N+2 ионына айналды, яғни тотықты, тотығу процесі орын алып тұр. Енді оттегі 0-ден -2-ге 4 электронды қосып алу арқылы -2 болды. Бұл жерде тотықсыздану процесі орын алып тұр. Екінші реакция теңдеуі бізде NO-ға O2 қосу арқылы NO2 алғанбыз. Бұл жерде азот +2-ден +4-ге барды. Яғни өзінен 4 электронды беріп жіберу арқылы тотығу процесі орын алды. Және оттегіде 0-ден -2-ге барды. 4 электрон қосып алу арқылы тотықсыздану процесі орын алды. Үшінші: NO қосу O3 тең NO2 қосу O2. Бұл жерде азот +2-ден +4-ге барды, 2 электрон беру арқылы, ал оттегі 0-ден -2-ге барды. Тотығу, тотықсыздану процестері орын алып тұр. Енді бізде қараңыздар, алғашқыда тотығу, N2 тотықты, NO тотығу орын алды, O3-те тотықсыздану орын алды. Яғни бізде дұрыс нұсқа В нұсқасы. Үшінші тапсырма: тотығу үдерісіне сәйкес келетін тұжырым. Тотығу деп тұр, бұл жердегі тұжырымдар: тотығу дәрежесі өседі, бір дұрыс, сутектің мөлшері артып, оттектің мөлшері кемейді. Бұл дұрыс емес. Оттектің мөлшері артып, сутектің мөлшері кемейді. Бізде 1 мен 3 дұрыс, яғни В нұсқасы дұрыс. Төртінші тапсырма: калий 2, хром 2, O7. Осындай теңдеу берілген бізде. Теңдеудегі заттардың үстіне тотығу дәрежелерін көрсетіңіз деп жазыпты. Енді мен жазып өтейін сразу. Міне бүкіл элементтің тотығу дәрежесін жазып қойдым. А бөлімін бітті. Келесі Б бөлімі. Құрамындағы атомдары тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш қасиет көрсететін реагенттерді анықтаңыз депті. Бұл жерде бізде тотықтырғыш ретінде калий 2, хром 2, O7 беріліп тұр. Калий 2, хром 2, O7. Ал тотықсыздандырғыш ол бізде калий иодиді. Енді екінші тапсырма: тотығу дәрежесін пайдалана отырып тотықтырғыштың атауын жазыңыз дейді. Бұл жерде тотықтырғыш деп тұр, тотықтырғыш ол бізде калий 2, хром 2, O7. Оның аты калий дихроматы. Калий дихроматы. Келесі 4-ші тапсырманың С бөлімі: электрондық баланс әдісі арқылы тотығу процесінің теңдеуін жазыңыз депті. Бұл жерде иод, алдымен иодты жазамыз. Ол өзінен 6 электрон беру арқылы 0 болып тұр, иод -6 болып тұр. Минус болып тұр. Мына жерде 6. Мына жақта 6. Яғни тотығу. Енді тотықсыздану процесін жазып көрейік. Хром +6-дан 3-ке барып тұр, хром +3. Бұл кезде ол
6 электрон қосып алады. Алдында 2, мына жақта 2 болады. Және бізде тотықсыздану процесі орын алады. Тотықсыздану. Енді тотықсыздану процесінің теңдеуін жазыңыз депті. Не осы хром бізде тотықсыздану процесіне жатады. Д бөлімі тотықсыздану процесінің теңдеулерін қолдана отырып, реакцияның молекулалық теңдеуін жазып теңестіріңіз депті. Реакция теңдеуін алдымен жазып алайық. Міне реакция теңдеуін жазып, теңестіріп қойдым. Жазып алыңыздар. Е бөлімі тотығу және тотықсыздану процесіне электрондарды қосып немесе беріп жіберу тұрғысынан анықтама беріңіз. Жалпы электрондарды беретін атомдар, молекулалар немесе иондар тотықсыздандырғыш деп аталынады. Реакция кезінде тотығады. Ал реакция кезінде электрон қосып алатын элементтер тотықтырғыш деп аталынады. Реакция кезінде тотықсызданады. 5-ші тапсырма төменде хром 2 оксидінің хромоның айналымы көрсетілген. Мынаны айтып тұр, мына айналымды. Енді осыған қарап, біз мына кестені толтыруымыз керек екен. Орын алған үрдіс аталуы дейді. Бізде міне мысал ретінде В-ны қарастырып қойыпты. Міне В хром Одан хром О3-ке барған. Хром Ода ол 2 плюс тотығу дәрежесін көрсетеді. Хром О3-те 6-ны көрсетеді. Минус 4 электрон беру арқылы 6 плюс ионына айналған. Ада міне хром Одан жай ғана хромға барған. Бұл кезде хром 2 плюстан өзінен 2 электрон қосып алу арқылы хром 0-ге барады. Яғни тотықсыздану процесі орын алады. Тотықсыздану. Енді С-да хром Одан хром О2-ге барды. Бұл кезде хром 2 плюстан өзінен 2 электронды беріп жіберу арқылы хром 4 болды. 4 плюс болды. Яғни тотығу процесі орын алды. Енді Д бөлімінде хром Одан хром 2 О3 болды. Хром мына жерде 0, мына жақта 3-ті көрсетіп тұр. Хром 2 плюс мына жерде 0 хром 2-ден хром плюс 6-ға барды. Ол кезде бір электронды беру арқылы 3 екен. Ол хром 3 плюске барды. Бұл кезде де тотығу процесі орын алды. 5-ші тапсырманың Б бөлімінде қандай үрдісте хром 2 оксиді тотықсыздандырғыштық қасиет көрсетті дейді. Нұсқасында бұдан алдыңғы тапсырмадағы А бөлімінде, яғни хром Одан хромның жалғыз өзіне айналған кезде тотықсыздану үрдісі орын алды. Енді біз мына жаққа Бесінші тапсырманың С бөлімі хром 3 оксидіндегі хромның тотығу дәрежесі аралық мәнге ие болғандықтан тотықтырғышта, тотықсыздандырғышта қандай қасиет көрсетеді дейді. Біз ең алдымен, бізде осындай реакция теңдеуі берілген. Енді біз ең алдымен осы берілген элементтердің электрондық баланс әдісі бойынша электрон қосу немесе беру үдерісін жазып алуымыз керек. Бізде ол азот, плюс 5, сіздердің дасына мән бермеңіздер. Плюс 5-тен 3-ке барып тұр. Плюс 3-ке. Теңестіріп алуымыз керек. Азот плюс 5-тің алына 3 қоямыз, мына жаққа 3 қоямыз. Сонда мына жерге ол плюс 5 электрон беру арқылы плюс 3-ке барады. Яғни бұл тотықсыздану процесі.
сыздану. Енді келесі бізде ол хром. Хром 3 плюстан хром плюс 6-ға барып жатыр. Яғни бізде хромның алдында 2 бар, я, 2-ні қойып теңестіріп аламыз. Бізде ол өзінен 6 электрон беру арқылы тотығу процесі орын алып тұр. Тотығу. Енді қосылыстың формуласын жазыңыз дегенде тотықтырғыш ол бізде натрий NO3 болып тұр. Ал тотықсыздандырғыш ол хром 2O3 болып тұр бұл жерде. Келесі екінші тапсырмасы С бөлімінің төменде хром 3 оксидінің химиялық қасиеті көрсетілген. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын анықтаңыз. Бізде тотығу-тотықсыздану реакциялар дегеніміз міндетті түрде реакция жүзінде өзінің тотығу дәрежесін өзгерте жүретін реакциялар. Енді біз бұл жерден бірден уақытта алмай, қай реакция тотығу-тотықсыздану реакция типіне жататынын жазайық. Бізде А және С тотығу-тотықсыздану реакция теңдеуіне жатады. Оны дәлелдеп жазып шығатын болса, Ада мысалы хром 2O3 қосу 6H хлор тең 2 хром хлор 3 қосу 3H2O болса. Бұл кезде тотығу дәрежелері қалай өзгереді? Хром плюс 3, оттегі минус 2. H плюс хлор минус. Ал мына жақта хром Келесі С бөлімінің екіншісі төменде хром 3 оксидінің химиялық қасиеті көрсетілген тотығу-тотықсыздану реакцияларын анықтаңыз деген. Тотығу-тотықсыздану реакциясы дегеніміз реакция жүзінде элементтердің тотығу дәрежелері өзгере отырып реакция жүретін болса, ол тотығу-тотықсыздану реакцияларына жатады. Енді бізде дұрыс нұсқа бұл жерде В мен С, В және С дұрыс. Дұрыс емес. Енді біз осыны дәлелдейік. Не үшін тотығу-тотықсыздану реакция теңдеуіне жататын? Хром 2O3 қосу 2 алюминий тең алюминий 2O3 қосу 3 хром болса. Хром мына жерде плюс 3, оттек минус 2. Алюминий жалғыз тұрғандықтан 0. Енді теңдіктен кейін алюминий плюс 3, оттегі минус 2, хром жалғыз 0. Сонда бізде хромның заряды өзгерді және алюминийдің заряды өзгерді. Екіншісі С хром 2O3 қосу калий хлор O3 қосу 2 калий 2 CO3 тең 2 калий 2 хром O4 қосу калий иодиді қосу 2 CO2. Бұл кезде хром плюс 2, оттегі минус 2-ні көрсетеді. Калий тұрақты 1, оттегі тұрақты 2, ал хлор плюс 5 тотығу дәрежесін көрсетеді. Калий плюс 1, оттегі минус 2, ал көміртегі плюс 4 тотығу дәрежесін көрсетеді. Жалпы есептеуді білетін шығарсыздар, тотығу дәрежені. Енді теңдіктен кейін калий тұрақты 1, оттегі тұрақты 2, ал хром бұл жерде плюс 4 көрсетеді. Хромның тотығу дәрежесі өзгеріп тұр. Калий плюс 1, иод минус 1. Мына жер хлор екен ғой, хлор,
түсінбей қалдым ғой не үшін қате болып тұр деп. Енді қосу 2 CO2, көміртегі бұл жерде +4 болып тұр, оттегі -2. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Менің каналыма жазылуды, лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Қош, сау болыңыз.